Алматы облыстық тілдерді дамыту басқармасы үздік журналистерді анықтады. Мекеме дәстүрлі түрде өткізетін мемлекеттік тіл және бақ атты байқаудың қорытындысын шығарып, ойы ұшқыр қаламы жүйріктерді марапаттады. Олардың арасында жаңалықтар бөлімінің тілшісі Мұхит Тоқтасында бар. Әріптесіміздің мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру және латын әліпбиіне көшу тақырыбындағы материалы жоғары бағаланған. Сөйтіп еңбек еленген ол сайыстың бас жүлдесін жеңіп алып, 150 мың теңге қаржылай сыйақыға қол жеткізді. Жетісу арнасының қызметкерлері Досан Қызайбекұлы, Құрманжан Қасымжанұлы және Абзал Нүсіповтерге де бір-бір жүлде бұйырды. Тіл сақшысы бағдарламасының редактор жүргізушісі Елназ Қапарова да үздіктер қатарында. Байқау облыс көлемінде өткізілді. Оған 30-ға жуық туынды келіп түскен. Соларда саралай келе қазылар алқасы 3 журналистке бас жүлде тағайындапты. Оған Агния Алатау газетінің тілшісі Хасан Еспанов, Хабар агенттігінің Алматы облысындағы меншікті тілшісі Тілеуғабыл Мыңжасарда ие болды. Ана тіліміз, оның жағдайы қазіргі шын мәнінде кейде қобалжитын да жағдайлар болып жатады, кейде өкпелейтін де жағдайлар болып жатады ғой. Сондықтан байқау керек, осындай байқаулар, оған қолдау көрсетуіміз керек, оның мәртебесін одан ары биіктетуіміз керек. Осындай мақсатта ұйымдастырып жатқан байқау ғой. Соған біз өз еңбегімізбен қатысып жүрміз. Еңбегіміз енді әділқазылар бағалапты, сыйлық беріп, сияпат көрсетіп, марапаттап жатыр. Рахмет айтамыз.